Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге осындай өте әдемі әрі дәмді болып шығатын песочно-слоеная самсаның рецебімен бөліспекшімін. Видеоны соңына дейін қараңыз. Бізге қажетті ингредиенттер: қаймақ, 2 жұмыртқаның жылтоғы, 1 толық жұмыртқа, ұн және сливочный май. Майымыз салқын болу керек. Алдымен салқын сары майымызды осылай ұнға аунатып отырып, теркадан өткізіп аламыз. Теркадан өткізілген майымызды ұнмен араластырып, осындай біркелкі крошки жасаймыз. Яғни ол май мен ұн толық араласуы керек. Май мен ұн толық араласып болғаннан кейін, қаймақтың үстіне жұмыртқаны және 2 жылтоғымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Кішкене тұз салсаңыз болады. Толық араласқан қоспамызды тестамыздың үстіне құйып, жақсылап қамыр илейміз. Бізде осындай қамыр иленді. Енді осыны тоңазытқышқа салып қоя тұрамыз. Қамырымыз жақсылап тыңғаннан кейін, осылай видеода көрсетілгендей етіп жұқалап жаямыз. Қолыңызға жабысып жатса, арасына ұн себуге болады. Тестамыздың қалыңдығы осындай болу керек. Өте қалың қажеті жоқ, жұқа етіп жаямыз. Және де әр жерінен жыртылып кетуі мүмкін, себебі бұл слоеный песочный тесто болғаннан кейін ол жыртылған еш нәрсе етпейді. Бетіне май жағамызда біркелкі етіп бәрін тегістеп шығамыз, және де рулет етіп ораймыз. Орап морозильникке кем дегенде 1 суткаға қалдырамыз, яғни 1 тәулікке. Тестаны морозильниктен шығарып қолданатын кезде міндетті түрде бірінші холодильникке қойып аламыз. Яғни тестаны бірден ыстық жерге немесе микроволновкаға жібітуге болмайды. Бірінші холодильникке қоямыз, бір қалыпты салқын болған кезде барып тестамен жұмыс жасаймыз. Себебі тестаңыз өте қатты жібіп кетсе, езіліп ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. Самсамыздың начинкасы үшін мен 2 пияз бен 1 картоп қолдандым. Осылай кубикті етіп майдалап турап аламыз. Фаршымызға қосып, дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, начинкамызды араластырып дайындаймыз. Енді самсамызды жасауға кірісеміз. Мынау бізде қатып тұрған тесто, яғни морозильниктен шығарып, алдын ала холодильникке қойып алдым. Өте қатты жібімеу керек. Видеода көрсетілгендей консистенцияда, яғни осындай түрде болу керек. Себебі қатты жібіп кетсе, сізге жұмыс істеу барысында қиындық тудыруы мүмкін. Видеода көрсетілгендей осылай. Егер өлшемін бірдей қылам десеңіз, весімен өлшеп алсаңыз да болады, немесе көз мөлшермен өстіп жасай бересіз. Жұқалап жайып аламыз, ортасына начинканы салып, түйеміз. Түйу барысын видеодан асықпай қарасаңыз болады. Және де достар, осы видеоның астына мен самсаның құрамына кететін ингредиенттерді жазып кетемін, яғни описание бөліміне. Алда қандай рецептерді көргіңіз келеді, комментарийға жаза кетіңіз. Дәл осы рецептпен мен тапсырыс алып жүргелі биыл 5-ші жыл. Клиенттеріме өте қатты ұнайды, бірде-бір ұнамайтын отзыв алған емеспін. Яғни сіздер де осы рецептпен тапсырыс алып бастап кетсеңіздер болады. Менің басқа да видеоларымды көру үшін және де жаңадан шыққан видеоларымды бірінші болып көру үшін каналға жазылып, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз.
Мен дайын болған самсалардың бетіне бір жұмыртқаның сарысы мен 2 ас қасық сүт қолдандым. Сүт қосқан себебіміз, жұмыртқаның өзін ғана жақсаңыз, беті күйіп кетеді қарайып. Сүт қоссаңыз, беті жылтырап әдемі болып піседі. Алдын ала қызып тұрған пеште 180-200 градуста 20-25 минутта қарап отырып пісіріп аласыз. Әдемілік үшін күнжіт, мақ қолдансаңыз болады. Міне біздің самсаларымыз осылай әдемі болып пісіп шықты. Бір жегеннен-ақ ұнататыныңыз сөзсіз. Менің рецепттерім ұнады деген ойдамын. Сіздермен болған Гүлназ. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Ас болсын.